Сәлем оқырман. Бүгін белгілі болды, Қытайға жақында Айданың бұрынғы күйеуі Нұрдәулет ұшып келмек. Олардың ажырасқандарына бар болғаны 3 айдай ғана уақыт өтті. Екеуі де Қытайда сауда-саттықпен айналысып жүрген. Алайда соңғы уақытта Айданың жазбаларынан мүлде басқа көңіл күй сезіле бастады. Дәл бүгін ол өз парақшасында былай деп жазды. Бүгін біреу Қытайға ұшып келетінін естідім. Упс, айнала толған көзбен құлақ. Мен билетімді әлдеқашан алып қойдым, сен келгенше ұшып кетем. Мені қуып жетпеңдер, мен сендерден жылдамырақпын, қымбаттылар. Енді тек көлеңкеммен жарыс аласыңдар. Ашық жазбаса да кімге арналғаны айқын. Бұл біреуден қашу емес, біреуге жол бермеу. Журналистік көзқараспен қарағанда, бұл жазба жай ғана эмоция емес. Адамның ішкі шешімі мен бетбұрысын білдіреді. Кейде үнсіз кету ең терең жауап. Ал кейбір көлеңкелер өз иесін өмір бойы қуып жүретіні рас. Бұл оқиға көпшіліктің назарын аудармай қоймады. Оқырмандар арасында түрлі пікірлер туындады. Бірі Айданы батыл шешімі үшін қолдаса, енді бірі бұл жазбаны бұрынғы күйеуіне бағытталған ашық ескерту деп қабылдады. Айданың жазбасы жай ғана пост емес. Бұл өткенге сызат түсірмей, өз шекарасын нақты белгілеген әйелдің үнсіз манифесі іспетті. Ол ашық сөзбен емес, әрекетімен жауап берді. Тым көп нәрсе айтпай-ақ барлығын түсіндіріп бергендей болды. Нұрдәулеттің Қытайға сапары нені білдіреді, белгісіз. Бірақ Айданың бұл жазбасынан кейін көп нәрсе енді бұрынғыдай болмайтыны анық. Мұндай үнсіз қоштасу сөзден де салмақты. Өйткені бұл жолы ол өз өмірінің тізгінін қайтадан өз қолына алды.